gelem. Abay ayttı sonda, allarında bär var. Barsan var, barmasan koy. Niye barmaysın bekliyor ha? Bak degeni bari görük koy. Buna ayak aslında bol köptüm koy özü. Yürük bolda ya. Rahmet. Ya ben de sana cümbüs diyen kakam şaşamadım. Ha, Cihan kalaysın. Ben klastas kalaysın dere. Ben jaksın mı? Kim eken? Kim? Gaygas topып kaldım. Ya bir içim gaygas olsun. Кезінде оқу дегенде өзің оқымадың ғой. Мен сен қалай енді жағмақына қойдым. Жоқ, тұрдайшы, кімсің сен? Палшаның інісі? Мен армияда болмағанмын ғой. Не деп тұрсың сен? Телефон қаяқта алдың е? Салтанат, менің телефоным кім берді? Tаңертең тұрып, арманға ұмтылып, асығыс өмір, суыған көңіл. Бағдаршамда тұрып, уақыт өтеді, кезектерде тұрып, шыдам бітеді. Досым сенің көңіл күйің, мына әнмен көтерілсін. Болса егер көңіл күйің, шексіз болсын. Алло, Салтанат? Шақырдыңыз ба? Жақын жерде пирожки қарным ашып кетті. Я, бар. Тез әкеліңізші. Я. Суды айта салу керек еді. Оңынан ба? Кәу ақпаратын бере салайын. Жоқ, қажет емесін. Неге? Асыңыз дәмді болсын. Отырыңыз, мен бірге тамақ ішіңіз, мен жалғызым тамақ ішемін. Көп рахмет. Мынау сізге. Рахмет. Сізге рахмет. Мынандай өмірде жеп көрмеппін. Нышанұлы. 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 Бауыржан Момышұлы 800. Я 800 кеттік па? Ба. Ұйықтап қойыптың ғой, кешірім сұрай. Я сағат 6 болды, жұмыс уақыты аяқталды. Кете беруге бола ма? Әрине болады, сіз далада водитель күтіп тұр. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Нұржан аға Пышанұлы, жүріңіз, отырыңыз. Менің машинам ше? Сіздің машинаңыз үйіңіздің алдына апарып қойдым. Мына машина ма? Осы машина, келіңіз. Не деген машина? Отыра бер, мен. Жоқ, отырыңыз. Мен зәрулем отырайын. Жоқ, Нұржан аға Пышанұлы, сіз ар жағда отырыңыз, рөлге мен отырайын. Қап-қара машина ғой мынау. Е-мая! Күніге осы машинамен жүрем ба? Иә. Е-мая! Мен қарайын ба? Патша көңіліңіз. Мынау светтер светомузыка болып тұр ғой, конкретно ғой мынау ше. Бәрі теңіз алатын бар екен. Анау тең толтырып қойсын да, таксовать еткен кезден тоқтаған кезден бар ғой, іздаш не қылмайсың да, қалтаң нетін аласың, іздаш бере бересің. Қатырасыз, Нұржан Пышанұлы. Ойбай, айтып қойдысы, жай едеш, әдемілеп айдашы, кайфовать етіп айдашы. Енді әкім болып жатқан кезде бар ғой, өліп кетпейік. Кешіріңіз, Нұржан Пышанұлы. Кешірім сұрай бермей, еркексің көзің, кешірім сұрай бермеші, өтінем. Жақсы, кешіріңіз, Нұржан Пышанұлы. Машинаның ходовкасына жөндеп қара. Таксовать етпе. Гаражға барып, акиматтың гаражына қой машина. Ұқтың ба?
жақсы нышан қапшан. Аузыңды жапса, аузыңа камаз кіріп кетеді ғой. Нишан. Үйдеген бар ай. Атаң. Қайда кеттіңдер? Sürpriz! Мен ақшымын! Сіздің қатынды, пожалуйста, бір күнде ақынның қатын болып шыға келді. Ай, сары қатын ғой. Мама мен ертең универге бармай қойсам болады екен ғой. Әкімнің баласына әңгіме айтуға кімнің оқушы деді? Сабаққа бармасаң, ректорға звондаймын да, өзім оқудан шығарып жіберемін. Ұқтың ба? Мәдениетті бол. Өте сыпайы бол. Содан кейін күніге кеш келді, таксиді алды, таксовать етіп, өзің ақшамды өзің төле оқуыңа. Ұқтың ба? Түсіндім. Сен де анау нағашы, жиен, бауыр демей, адаған үй, мынаған күй, әркім өзінің жұмысымен, адалдың жұмысымен табу керек. Ұқтың ба? Әрине. Кеше қиын ба? Келем. Папа, бір сұрақ қойыншы. Бір сұрақ деп 100 сұрақ қойдың ғой, айтшы не? Секретаршаңыз әдемі ма? Құр жабы, сабағыңды оқы. Бар деме. Болса. Не болды? Баланың сұрағына жауап бере алмағансың ғой. Секретаршы дегенге ішің күйіп бара жатыр ма не? Жаным. Не ойлап жатсың? Осы акиматтағы әкімдер ше, не жұмыс жасайды деген? Білмеймін. Түске дейін отырып, әбет ішіп кетіп қалған мет болған шығар, Осы сен айтушы едің ғой. Если мен әкім болсам, үйтер едім, бүтер едім деп. Сен медиктердің айлығын көтерсейші. Сен де қатынға оттай береді дегесін ғой. Медиктердің айлығын көтерсің, айтады ол қатынның айлығын көтерді деп. Одан да мұғалімдердің айлығын көтерген де. Мұғаліммен біреу тауып алғансың. Онда менен неге сұрайсың? Өзің біл. Деп оттай бермей жатшы, ұйықташы. Соңғы кезде көп сұрақ қоятын бол. Көрші қалайсың? Нишан. Қалай жағдай? Не болды, машина жөнделмеді ме? Жөнделмеді. Аның қазір сағат 1-де Атыраудан енем келетін еді. Соны барып күтіп алсақ қалай қарайсың? Жаңалық көрсеңдерші, сендер де қызықсыңдар. Адам деген кішкентай. Не, үйлерінде свет жоқ па не? А? Нешеше? Гүшан ол кір. Иә. Так, мен мынандай шешім қабылдадым. Бүгіннен бастап бүкіл билеріміздің, хандарымыздың, батырларымыздың, профессорларымыздың, жазушылардың көшесінің бәрін бүгіннен бастап ремонт жасайсыңдар. Ұқтыңдар ма? Сонда қалай, бәрін бе? Бәрін. Оғана Асқар Саныч не дейді екен? Ол кім, бригадир ма? Қала кім ше? Мен ұрсамадым. Енді бұл негізі бар ғой, дұрыс шешім, шамшам іші бар ғой, негізінде бюджетте қалыңдығы 20 сантиметр төсінде қаржы бар. Ондан да ақтырмыз, бастамаймыз. Вот! Сіз істеуіңіз керек өсін. Сіз халық үшін жаратылған адамсыз, білесіз бе? Ана егер асыл шақты болатын болсаңыз бар болғанда ол ештеңе жасаймын, сіз негізінде бар ғой. Сіз бұйырасыз, біз істейміз бе? Болды, онда. Қазір барда сол іске кіріс. Мен жұмысым жоқ, соны бүгіннен бастап тұру керексің. Айдың соңына дейін. Боссыз. Так, бұл жұмыс бітті. Сіз бүгін сағат 3-те асық мүсіннің ашылуына баруыңыз керек. Не үшін барамын? Сіз лента қиясыз, сөз сөйлейсіз. Мынау текстіңіз. Асық туралы ма? Асық туралы маған текст жазудың қажеті жоқ. Себебі мен ауылда
асық ойнағанда чемпион болатын болды. Бәрібір де енді асық деген қазақ үшін киелі зат қой. Сондықтан да жаттап алсаңыз жақсы болар еді. Жоқ, жаттап аламын ғой, мен асық туралы тоқтамай бір ай әңгіме айтуым мүмкін. Жарайды, онда осы қағаз сізде болсын, иә? Болды, ұқтым. Серік Жұманұлы, бір сұрақ. Давай. Жолға жіберетін қаражаттың ішінде қате кетіпті. Қай жерінде? Қорытынды сомада 3-0 артық. Агешкөл. Нормально ма? Вы что? Ана қаражаттың бәрін жолға жіберетін болсақ, акиматтың бюджетінде көк тиын ақша қалмайды ғой. Не? Әкімнің қолы. Сен не дейсіз енді маған? Енді түсіндіріп айтпайсыз ба? Айттым, түсіндіруге тырыстым. Түсінбейді тіпті бар ғой. Айтқан дұрыны болсын, уволю деп айқайлап жатыр. Бұл вопрос бойынша мен кірмеймін. Кірем десеңіз енді өзіңіз көріңіз енді. Жұмыс орныңыз керек болса. Ай, не советую. Енді ертең тексеру келіп. Давай. Ал енді алғашқы құттықтау сөз кезегін қаламыздың су жаңа әкімі Нышан Пышанұлына береміз. Құрметті қала тұрғындары, асықтарыңыз алшысынан туып, отбасыларыңызға береке беріп, осындай елімізде той қуаныш көп болсын. Әумин. Шикіз ақымен мен ауылда чемпион болдым ғой. Бір ұрғанда 100 асық шашып берем ғой. Бір ұрғанда 100 асық болып, күніге чемпион болып бере берем. Бір күні сол сақама мен құдатыс бір қой берді ғой, көнбедім. 2 қой берді, көнбедім. 2 жылқы берді, көнбедім. Сонан бір күні ұрлап кетті ғой, көрші ауылдың балдар. Сол ауылға барсам, тура сізді сияқты топырлап тұр екен. Ади десем ешқай шықпайды ғой. Жекпе-жек жетем шықпайды. Төбелес басалып бердім. Ұрып атырым, жақтың ластырып жібердім. Жақтыңмен бұрсынан бір шөй құлайды. Ұрып атырым. Ең соңында бір ақсақал тұр екен. Ұрайын десем, қолымда дәу шоқпары бар екен. Дадан деген удар жеді ма. Бұлай. Соны бұлай арды. Бұлай. Ей, не помню ғой. Сол сақаны сіздердің алдарыңызға алып келіп, бүгін қалада мұны открытиясын жазып жатырмыз. Сақаларыңыз құтты болсын, құрметті қалалықтар. Нышанал. Айлық не болды? Бізге айлық түспей жатыр ғой. Неге түспей жатыр? Білмеймін. Мен ертең жұмысқа барып білейінші сол неге түспей жатыр. Жарай ма? Бұрынғы әкім болған кезде айлық уақытысында түсетін еді. Сенің күйеуің әкім бола сала не? Ақшаны опырып жатыр ма дейді. Нышан, сен әкім болмай қойсың ғой. Бұрынғы әкімдерің меған жеріне қырып жұмыс істеп пе не? Нышан сказал, Нышан делай. Болды, оттай бермей шайын құйш. Үйге келгенде демалайық айналайын. Осы акиматтағы безделіктер қайда қарап отырады осы, не масқара мынау? Әкімнен бастап барлығын бар ғой, қатарынан тұрғызып қойып тұрып, Головкинге айтып тұрып, сіздікідай бір талдырып тұрып, сава-сава жүрді. Жағын айырып тұрып. Бір сабау көреген солар шетінай бір қолыма тисе қойшы. Мұнан бәрін естеп тастаған жолдың бәрін қазғылап. Осы халыққа ше, жұмыс істейсің де жақпайсың, жұмыс істемейсің де жақпайсың. Ау. Алдыңға қарашы, неге бұрын тұра бересің сен? Кешіріңіз, Нышан аға, Пышанұлы. Кешіріңіз. Сен маған қазір қашан деп вопрос задаешь уже меня, да? Кешіріңіз. Нервіме тигізіп жүрсің ба сен? Уволю! Кешіріңіз. Жап аузында сөйлеме маған. Асықпай бұрылдым мен, ямадан асықпай бұрылдым. Қазір мен анық түсірер. Бұлардан өмір жауап алмайсың. Келді әкімсің. Қайырлы күн, әкім мырза, сізге бір сұрақ.
Саламатсыз ба? Бір сұрақ қойған жоқ, бірден 10 сұрақ қоймайсыздар ма? Мемлекеттік бюджетке не болды? Қалалық жұмыскерлерге неге айлық төленбей жатыр? Осы жайлы бүгін мен қатыным айтып еді, сол мәселені шешуге келе жатырмын. Сонда әйеліңіз айтпаса білмей жүре бересіз ба? Біз жанұямызбен халықтың ойлайтынам. Ол үйдегі секретарша, мен өзім кабинетте секретарша бар. Мен қазір замдарым бәрі күтіп отыр. Сол проблеманы шешу үшін мен келе жатырмын. Тағы қандай шаралар қолданбақшысыз әкіміңіз? Сізге тұрмысқа шығу керек. Между прочим, жүре бересіз бе? Басыңызға шап кисекші. Біз халықтың санын көбейтуіміз керек. Көріп отырғандарыңыздай әкімнен бүгін тағы да ешқандай жауап ала алған жоқпыз. Ақтоты Болышева, Евгений Егенбердиев, арнайы боз арнасы үшін. Шапшанұлы, бүгін балабақшаның ашылуына баруыңыз керек. Балабақшаны қой тұршы, маған анау замды шақыршы, атың бет анау. Ашқай. Иә, түсіндім, жарайды. Сіз бармайсыз ба балабақшаға? Шақыр дедім ғой мен. Сосын барамыз. Так, осыны шешіп тастасам. Шамшаны шақырдыңыз ба? Отырыңыз. Мынау шешілді. Қазір мынау шешеміз. Халық айлық беріліп қой. Срочно айлығын беру керек. Енді жылдың аяғына дейін 1-2 ай айлық түспейді. Неге түспейді? Енді ақшаның бәрін жол жөндеуге аударып жүрдік. Сәке, сіз айттыңыз ғой, ана 30 сантиметрге жетеді деп. Кешіріңіз, 20 сантиметр деп айттым. Не істеуге болады? Енді вариант жоқ. Біз енді ақшаның барлығын жаңа тендер ұтқан компанияға аударып жібердік. Осылай. Тендердің бәрін тоқтатасыз, сөйтіп халықтың айлығын бересіз. Сонда көшенің бәрін быт-шыт қылып тастады, солай жата бере ме? Бізге дейінде көшелердің бәрі шұрық тесік болып жатты ғой. Ақша түскенде оны жөндейді, бірінші айлық. Білмеймін, енді ақшаның барлығын тендер ұтқан компанияға аударып жібердік, олар қайтармайды. Так, онда былай істейік. Сіз бе, біз бе, осыны жұмыс шешу. Кешіріңіз, сіз. Біз емес. Неге мен? Сіз әкімсіз. Так, Сәке, сіз осы салада біраз болып жұмыс істеп жүргеніңіз, иә? Сондықтан да любой просьбаңды орындайын, осыны шешейік. Любой просьба ма? Любой просьба. Енді вариант енді бар енді. Так, айта беріңіз. Бірақ енді сіздің өміріңізге сол қауіпті бола ма екен? Мен туралы ойламай-ақ қойшы, мен любой мен жекпе-жекке шыға беремін. Жігітше? Жігітше? Нышан Пышанұлы. Өзің ашки тақтың мен еще істелер өз екесін, е? Азыл. Иә, Нышан Пышаныш. Қазір барған кезде не жасам, мен нетем, сіз нете бермейді, неше отыра тұрмыз. Ақшаны қатырып берсем, мен үндемей отырам. Енді саған нет үшін бара жатырмыз ба? Бірақ ол кісінің ана ақша үшін любой адамды неғып жіберетіні бар да? Неғып жіберетін? Уролог па не, массаж жасай ма не? Түсіне отырса енді. Бірақ сол бір слабый жері бар. Сол сіздің өміріңізге елеу ма деп қорқам. Қорқады ештеңе жоқ, халық үшін мен бәріне барам. Ақшаны қайтарып берсе болды. Да? Жігітше ма? Жігітше. Ей! Әзіл. Сәке, ырза болдым. Мен дейді сұрақ қой, кінәлі келмас қой, дейді жауап жоқ қой, бәрі болды ғой, әйтеуір кінәлі бәрі шетінен тек өзің емес. Басынан артықсың ба не? Болма кем келер, өсек құрсын өсек, ал өсек таратқан кім десек, бір-біріне сетеп ап емес, еді не керек? Күлі досқа келер, басқа болма карте апада, оның күлкісі алмайды прям менің апамда. Бірінші секунд қой, қазақпыз ғой, есімнен кім екен білесің бе? Қазақпыз ғой, бірақ тойда адушысы